Мен Хайсина Майгүл Айдылгазиновна Аягөз қалалық бірінші бөбекжай бала бақшасынан педагог-психологымын. Біліктілік санатым педагог зерттеуші. Менің әдеп әлемі атты авторлық бағдарламама түсініктеме хат. Қазақ халқының салтында үлкенді сыйлау, оларды қадірлеу, ізет көрсету әдептіліктің бір үлгісі болып табылады. Дана халқымыз ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезіне көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп бекер айтпаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеудің маңызы зор. Адамгершілігі мол, иманды, тәрбиелі адам кез келген мемлекеттің байлығы, әлеуметтік өмірдегі бейбітшілік пен мәдениеттіліктің кепілі, сол елдің мақтанышы. Сондықтан 5-6 жастағы балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес өзара сыйластық қарым-қатынасын қалыптастыруға бағытталған әдеп әлемі тақырыбын ұсынып отырмын. Бағдарлама өнегелі өмірге сүйене отырып, аптасына 1 рет 36 сағатқа жасалынады. Бағдарламаның мазмұны: бұл бағдарлама ересек топ балаларының бойында адамгершілік, кішіпейілділік, ізеттілік қасиеттерін қалыптастырады. Балаларды халқымызға тән әдептілік, қонақжайлылық, мейірімділік сияқты қасиеттер табиғатқа деген қарым-қатынасындағы біздің халыққа тән ерекшеліктерді үйренеді. Балаларға өз халқының мәдениеті мен асыл мұралары мен ұлттық әдебиеттер арқылы таниды. Бұл өзара сыйластық қарым-қатынасын қалыптастырады. Халқымыздың ұлттық салт дәстүрлерін бойына сіңіреді. Жақсы қасиеттерді ұғынып, рухани жан дүниесі дамиды. Бағдарлама мақсаты ересек топтың, балалардың бір-бірімен өзара қарым-қатынастарында сыйластық құндылығын дамыту, халқымыздың мәдени рухани мұрасының, салт дәстүрінің озық үлгілерін оның бойына дарыту. Бағдарлама міндеттері 5-6 жастағы балалардың өзара сыйластық қарым-қатынастарының мәнін түсіндіру, сыйластыққа бағытталған нақыл сөздер мен мақал мәтелдердің мәнін үйрету, халқымыздың ұрпақ тәрбиесіндегі сыйластық тағылымына қолданылатын бабалар құндылығын жалғастыру. Бағдарламаның құрылымы: әдеп әлемі балалардың жас ерекшеліктеріне лайықталып, аптасына 1 рет 36 сағатқа негізделіп жоспарланған. Бағдарламаға мақал мәтелдер, өсиет нақылдар, өнегелі әңгімелер, тақпақтар енгізілген. Бірінші бөлімде сыйластық туралы ой өрісін кеңейтіп, жақсы қасиеттерді бойына сіңіру. Екінші бөлім адамгершілік құндылығы жөнінде түсінік бере отырып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білуін түсіндіру. Үшінші бөлім ұлттық салт дәстүрді бойына сіңіріп, ұлтымыздың дәстүрлерінен үлгі алу. Төртінші бөлім бәрі-бірі үшін, бәрі үшін деген ұғымды ұстана отырып, еңбекқорлық, қайырымдылық қасиеттерді бойына дарыту мақсатына бағытталған. Күтілетін нәтиже 5-6 жастағы балалардың сыйластық ұғымына деген дүние танымы, ой өрісі кеңейеді. Балалардың сыйластық, әдептілік мәдениеті туралы түсініктері дамиды. Балалар бір-бірімен сыйластыққа қарым-қатынасы артады. Балалардың үлкенге ізет, құрмет ету түсініктері қалыптасады. Бағдарлама мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілері мен педагог мамандарына да арналған. Жұмыстың өзектілігі: мектепке дейінгі мекеме тәрбиеленушілеріне арналған арнайы курс бағдарламасы баланың танымдық қызығушылығын арттыру, функционалдық қасиеттерін дамыту, логикалық ойлауды дамыту мақсатында құрастырылған. Бағдарлама барысында балалар теориялық материалдар мен адамгершілік, үлкенді сыйлаудың тиімді тәсілдері мен жаңа ұғымдармен танысады. Бағдарлама оқу компонентінен беріліп отырған қосымша сабақтарға бағытталып құрылған. Инновациялық педагогикалық тәжірибе: бағдарламамен танысу барысында өзінің кәсіби қызметінде алған тәжірибелері жаңартылып, білім мазмұнына байланысты әр жылдары өткен инновациялық негіздегі оқу курстары мен семинарларының нәтижесін, кәсіби педагогикалық тәжірибесінің молдығын, заманауи жаңашылдықты анық байқауға болады. Жұмыстың ғылымилығы: авторлық бағдарлама ғылыми талаптарды ескере отырып құрастырылған. Талапқа сәйкес бағдарламаның алғашқы түсініктеме жазбасында жұмыстың мақсат міндеттер айқын қойылған.
Автор нақты дерек сөздермен, ғылыми әдебиеттермен танысып, бағдарламада балаларға жүйелі түрде ұсынады. Күнтізбелік жоспарда берілген әрбір тақырып негізінде балаларға толық та мазмұнды материалдар ұсынылған. Ішкі бірлікті бағалау және жұмыстың әдіснамалық негізінде сипаттамасы жұмыс мазмұнымен танысу барысында бірізділікті айқын байқауға болады. Бағдарламада берілген тапсырмалар тақырыпты меңгеруге негізделіп құрастырылған. Әр тапсырма тақырып мазмұнын ашып, балалардың материалды меңгеруіне негізделген. Бағдарлама мазмұнында балалардың іскерлігі мен білім дағдыларын қалыптастыруға байланысты әдіснамалық нұсқаулықта ұсынылған. Бала материалды толық меңгеру үшін жаңашыл тапсырмалармен әр баланың білім деңгейі мен оқу үлгерімімен қатысты ұсыныстар да назардан тыс қалмаған. Әрбір нәтиженің ғылыми жағдайдың, жұмыстың тұжырымдары мен қорытындылардың негізділігі мен дәйектілігінің дәрежесі оқу бағдарламасында ұсынылған әрбір тақырып кеңейтілген пәннің оқу әдістемелік кешенінде жан-жақты қарастырылған. Әрбір тақырыпты меңгеру барысында баланы нәтижеге жұмыс жасауға тәрбиелеудегі мақсат етіп алынған. Әрбір тақырыппен жұмыс жасау барысында баланың оны ғылыми тұрғыдан талдап, өзіндік тұжырымдар жасап, өз ойын дәлелдеуге үйрету үшін жаңашыл, заманауи, креативті тапсырмалар ұсынылған. Бағдарламада берілген тапсырмалар баланың тақырыпты жан-жақты меңгеруіне негізделіп, кері байланыс жасауға бағытталады. Әдеп әлемі авторлық бағдарламамды өз іс тәжірибемде пайдаланамын.